Армысыздар, бармысыздар ағайын. Аса мейірімді, аса қайырымды Аллахтың атымен бастайын. Қымыз ішіп, қазығарда ет жеген, бұл қазақтың күні тойсыз өтпеген. Бірін батыр дейтін елден біз, дос түгілі дұшпанын да сөкпеген. Пейіліңнен, пейі жейсі аңқиды, көрген тойың ұлы десең көппенен. Ассалаумағалейкум бауырлар, адалдықтың ауылына беттеген. Тапқаныңды тойға шашқын ағайын, бұл дүние ешкімге де жетпеген. Сабыр сақтап, сөз тыңдайық ендеше, азан даусын естігендей Меккеден. Қазақ дейтін елге сәлем берейін, босағадан бағырысы кетпеген. Ақсақалдар таубасында ақшынарым, Алладан амандығыңды тілеп бақ сұрадым. Көкбөрінің ағайын ұрпағымыз, қыр басында айтатұғын қасқыр әнін. Бүгінгі тойларыңыз тойғаласын, төрдегі жайсаң менен жақсыларым. Мың халық келіп жатыр дәулетіне, арайлап атқан таңдай сәулетіне, тойларыңыз құтты болсын деп айтамыз. Сыйқым, Тоғатай, оның ішінегі берекелі Оразбаевтар әулетіне той құтты болсын деп бір қошемет көрсетіп қояйықшы. Осы әулеттің атпалдай азаматы ел сыйлайтын, менің Жақыпбектей ағамның кіндігінен тараған, Гүлнардай әпкемнің ақ сүтінен нәр алған, ел сүйсініп қараған, Болысбектей бауырымыз тайдан тұлпар, балапандан сұңқар шығып, өмірдегі серігін сүйгенін, ақ ботадай ару қызды бақыт құсым деп тауып отыр ағайын. Ендеше өмір тойы, көңіл тойы үйлену ол мәңгі көктем күйгену. Жаңатаудың қабырғасы қаланып, дүниеге тағы да бір үйгелу. Дүниеге тағы да бір үйгеліп, сыйқы мейлі қуанып жатқан жағдайымыз бар. Ендеше бүгінгі баршаңызға белгілі Оразбаевтар әулетіндегі Жақыпбек аға мен Гүлдар анамның шағырына түскен жас келіннің қадамы оң болсын деп бір қошемет көрсетіп қояйық жас келіннің құрметіне. Мына баяғыда пингвинді өмірінде бірінші рет көрген апамыз ойпырмай мынау қарлығаштың семізін ай деп таң қалған екен. Сол сияқты болып жүрмесін, алдарыңызға шығып отқаннан кейін таныстырып кетер болсам өзімді, о ағайын, тыңда менің сөзімді. Аралап жасыл жайлау далабағын, сері боп талай жерді араладым. Айрандай үйіп тыңдасаңыз сөздерімді, әселі секілді мін балараның. Алладан медеттілеп сөз бастасам, жүрегіңді елжіретер салған әнім. Айшылық алыс жерлерден осында аттай қалап алдырған ағаларым. Танымасаң танысайық ағайындар, өнерімен ел алдында оза шапқан ел еркесі Саят атты асабамын деп маған да бір қол соғып қойсаңдар өзі қолайын. Ай бәрекелді. Келін келдай туғандар, ағайын бауыр ұландар, ата-анасын қуантып, көрімдеген сұраңдар. Той түндік ау ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мынау жұрт көрімдеген асырсын. Асыл сөздай көрейін, көмекейден төгейін, кер маралдай келіннің бетін ашып берейін. Ата-ағаларым, көрініктеріңіз сайлап, жүздеріңіз жайнап, көңілдірек отырыңыздар. Біз кеттік. Хейді! Атасы өзі киелі, жанға жылы диелі, аталардың шынында, асылдан ғой сүйегі. Атасында осы елдің анасында сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе келінжан, үлкеннен баталай, ықыласы үлкеннің батасында дейді. Мынау иілгенге иілген, сүйінгенге сүйінген, алыс менен жақынның қайғысына күйінген, тұлпар мініп әрқашан суытпаған тақымын, ағайынмен туысқа аямаған ақылын, осында ақсақалды аталары мен апаларының атын атап түсіністеп өтейін. Болсын, мен қасыма тұрыңыз, жақса бір ән салайын. Дархан елін тойлата, той жасауда жайната. Ол кім десең ағайын, оның аты қайната. Қайнатаңды құрметтеп, сыйлай білгін келіншек. Қуанып жүр қарашы, пысық келін келді деп, келді деп. Қайнатаңа бір сәлем. Көкем бір күліп қойсын, шабала құрып қойыңыздаршы. Ай бәрекелді. Сіз қалай жүрсеңіз, ағайсыз солай жүреді көке. Мұңайып жүрсеңіз, ол кісілер не істерін білмей қалады. Кішкене күліп жадырап жүріңіз. Той құтты болсын.
Енді мына шын ниетпен, шын жүрекпен айтайын, Сыйқым еліне осымен екінші рет келіп отырмын. Берекелі, мерекелі жер екенін білем. Бірақ енді Сыйқым еліндегі той құтты болсын. Көкем ұрпақты болатын болды деп бір шапалақ ұрып қуантып қойыңыздар ғана. Рахмет. Енді көке, мен Сыйқым еліне құрдан құр келген жоқпын. Бұл ел қандай ел, қандай жер деп мен аздап зерттеп келдім. Енді рұқсат берсеңіз, жаңа түскен жас келіннің құлағына да кішкене алтын сырға болсын. Қандай елге келгенін, қандай жерге келгенін білсін. Оның үстіне Сыйқымдардың қандай ел екенін мен айтып берейін. Осы бір керемет сәтті пайдалана отырып. Сыйқымдардың қандай ел екенін айтайын. Жиналған топтың құрамы ақыннан өнер сұрадым. Қалағандарың сол болса, осындай тойда кез болса, қандырайын көптің бір құмарын. Мұндайда өлең айтпасақ, болады тілмен жаққасын. Құдайым өзі жар болса, жіберейін бір атпасын. Халқым қолдап отырса, тізгінді балаң тартпасын. Сыйқым, Тоғатай деген ғажап еледік, ғасырдың ашқан қақпасын. Ғажап елегеніміз рас па? Рас болса шапалақ. Батырда болған Сыйқымдар, тағылық таңы атқасын. Ақында болған Сыйқымдар, сөз сырасын тапқасын. Тұлпарда болған бұл Сыйқым, аршында балшақ шапқасын. Сұңқарда болған бұл Сыйқым, қанатты биік қаққасын. Рас па? Түйеде болған Сыйқымдар, заманның жүгін атқасын. Тазыда болған бұл Сыйқым, түлкінің ізін баққасын. Аузы күйі басы ішкен, талайдың дәмін татқасын. Іргеліміне ел болдық, бостандық таңы атқасын. Сыйқымнан шыққан жігіттер бар ма? Қайда? Сөзімді менің шаптасын. Я құдайым жар болып, той жасап жатқан Сыйқымдарды, Тоғатай елін бәле жаладан сақтасын, ай, сақтасын! Жатқанда бұл әулеттің жақсылығын айтпасам, Шымкенттен талақтап босқа келгенім бе? Сондықтан да әулет ырысты болсын. Оразбаевтар әулетіндегі осындай той баршаңызға шығысты болсын. Енді мен Жақыпбек ағама бір тілек айтайын. Шыңына шығамын деп жыртақтаның, сыбызғыдай көңілден сыр тартқанмын. Менің Гүлнар анам қуанып айтып жүр ғой, Болысбектей нағыз батыр ұл тапқанын. Айналайын келінжан, Сыйқымдардың ұрпағын жалғай бер. Сол болсын кеудеңе гүл таққаның. Той егесі Жақыпбек ағама айтарым, Құдай қаласа Қытайдай көбейе берсін ұрпақтары. Әмше қайда таптыңыз? Ай, бәрекелді, көп жаса деп қошеметтеп қойыңыздар. Ал Гүлнар әпке келіңіз. Мен енді аздап тергейтін әдетім бар осындай. Сұрақ жауап анамын. Мына мені қаншасыншы келін? Бірінші келін. Құтты болсын бірінші келін. Енді мынау келін алса қолы сорат дейді. Мен оны сұрақ көрейшін. Келін алып ене болғандар бар ма араларыңызда? Ене болғандар бар ма? Қолдарыңыз көтеріңіздер, ене болғандар. Келіндеріңізде қорқып ма? Беймарал көтере берсеңіздер. Ай, бәрекелді. Келін алып қолы сорды ма? Тілше тіл. Адамы кіріп кеткен адам келіншілер қазір сөйлемей отыр ғой. Дұрыс, ол өмірдің заңы әпшек. Мынау енді қолы сарып тіл қысқарады, құтты болсын енді аздап әзілдеп жатқанымыз ғой. Мынау дегенмен де көп тамадалар айтады да, көп тамадалар. Сиырдың жауы кене дейді. Келіннің жауы ене дейді. Астағфиралла. Құдай сақтасын. Сиырдың жауы кене болса кене болсын. Не қыласыз? Келіннің жан құрбысы өзіңізде ене болсын дегендей. Біздің бір жеңгеміз дәрігердің алдына барған ғой. Сөйтіп әлгі жеңгеміз дәрігерге айтады дейді, дәрігер мырза, гемоглобинім төмендеу, қаным аз, тексеріп беріңізші депті. Сөйтсе әлгі дәрігер жеңгемізді тексеріп, айналайын келінжан депті. Қаным аз деген қашан қоясыңдар? Атаңның қанын ішесің, енеңнің қанын ішесің, күйеуіңдігін болса да ішесің. Неғып осы сендерге қан жетпейді деп әлгі жеңгеміз көп шыққан екен. Бәрелі әлі ғой. Жеңгелеріме аздап әзілдеп жатқаным ағайын, әйел бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Енді рұқсат болса, ер азаматтардың атынан мен аналарымызды құрметтеп бір өлең оқып берейінші. Жүрсін Ерман ағамыздың өлеңі әйелдерге ода деген, қабыл алыңыздар. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең оныңды, әйелге барда дәлелде. Әйелсіз айтпан әнді мен, әйелмен дәмді әңгімен. Сүйкімді болсаң шынымен, әйелің сүйсін алдымен. Әйелге мәлім көп сырың, сүрінсең әйел деп сүрін. Халыққа сыйлы болмайсың, әйелге болсаң жек сұрын. Болмасын әйел назалы, болмасын әйел жазалы. Кеудесін қаққан талайдың әйелден болған ажалы. Әйелден ыстық от бар ма? Әйел деп түстік көк барға. Қарғағың келсе біреуді, әйелсіз өтсін деп барға дейді. Астағфиралла. Сырыңды соған ашасың, мауқыңды содан басасың. Адамның күні әйелмен, аналар мәңгі жасасын. Ал қайнағамсыңдар. Ал, Болысбек бауырым құсын құтты болсын. Бірінші үйленіп атсың ғой, қол басып тұрсың. Рахмет.
Ал енді құрметті ағайын, мынау жастарды құрметтеміз, шапалақ ұрып қойсаңыз болады. Бізде музыкамен марапаттап отырсаңыздар, шоң бері. Рахмет. Ал енді құрметті ағайын, Болысбек бауырым, оң қолыңды көтеріп, қалқа бұлғап қойшы. Бұлға. Сол қолыңды көтеріп бұлғап қой сол жаққа. Сіздер шапалақ ұрып қойыңыздар. Бұл ненің белгісі? Бұл біздің Болысбек бауырымыздың мәңгілікке бойдақпен қоштасқаны. Болысбек, бұған дейін бойдақпын деп есіргенсің. Ал ендеше үйлендің ғой, есің кірсін. Телефонның контактысын ақтарып сен, басқа қыздың нөмірлерін өшірерсің. Бұдан кейін агент, WhatsApp, Instagram ештеңеге кірмейсің ау. Қол ұстасып басқа қызбен жүрмейсің ау. Отбасы ошақ қасы деген сөз бар. Әйелі қадырын білгейсің ау. Клубқа барушы едің анда-санда, бұдан кейін клуб түгіл кафеге де кірмейсің ау. Көп күлмейтін жігітсін қарап тұрсам, бұдан кейін сен вообще күлмейсің ау. Жалғыз қалсаң жабырқа бары бері, бақыт құсың жұбайыпты дейсің ау. Бақыт құсың ертең күн төбеңнен шоқитыны білмейсің ау деп бір жабыра қырып қояды. Ал құрметті ағайын, сіздер куә боласыздар ма? Мен 2 жасқа бір қысқа нұсқа ант қабылдатып алсам. Куә боламыз ба? Ал куә болатын болса, отан отбасынан басталады дейді. Мен анттың тексті мынандай. Енді Болысбек бауырым өзіңнен бастаймыз. Келінің аты Ақбота. Ақботаны ешқашанда ұрмаймын деп, үйге келіп мас болып тұрмаймын деп, дәл осы сәттен бастап өмір бойы басқа қызға мойнымды бұрмаймын деп ант етесің бе? Қиын болды. Ант едім. Бәрекелді. Ал енді келінімізден сұраймыз, Ақбота келінжан, сенен сұрарымыз, Болысбекті әрқашанда сыйлаймын деп, тапқан малын ысырапсыз жинаймын деп, бар жақсымды сыйғы меніне арнаймын деп, төркініме себепсізден бармаймын деп ант етесің бе? Ант етемін. Бәрекелді. Рахмет. Ал айналайын 2 жас, анттарыңа берік болып, бір-біріңе серік болып, кигендерің қымбат-қымбат бөрік болып, мінгендерің көлік болып, көп ұзамай келіндеріңіз қошқардай бір ұлға жерік болып, шілдехана бесіктой, тұсаукесер сүндеттойға менен шақыра беріңіздер. Тағамшы, басқа біреу шақырып қоймаңыздар. Осмастан келіс болайық. Рахмет. Болысбек бауырым бара берсең болады. Рахмет. Тем молдаға кетейін деп тұрғым мынау. Гүлнар әпке келіңіз. Аманатқа қиянат қылған жоқсыз. Осы эстафетаны пәлен жыл бұрын қабылдап алдыңыз ғой. Енді Абылай ханның қылышын тапсырғандай қылып келіңізге жақтап тапсырып қойыңыз. Бәрекелді. Құтты болсын. Рахмет. Гүлнар әпке, келініңіз қолда қалатын келін-ау. Қаласа қалады. Точно қолда қала ма? Қалдырады. Бәсе, вообще настроение жоқ. Рахмет әже, бара беріңіз. Өз қолда қалатын келіндер сондай болады басында. Енді айналайын келінжан, келін деген мектепке қадам бастың шырағым. Ол мектептің директоры, Жақыпбектей қайынатаң. Ол мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары, Гүлнардай қайын енең. Айналайын келінжан, мектебің мынау классың. Осында Құдай қаласа өмір бойы тұрасың. Баласында туасың, кірінде жуасың. Келін болып кіресің, кемпір болып шығасың деп бір шапалақ қояды. Әпше, қазақ айтады, жақсыдан жақсы туар жарқылдаған, қарғадан қарға туар қарқылдаған. Мен жақсымын деп жүргендер толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған. Мен осылай арманыма жетер мекем, жамандарға жақындамай бөтен кетем. Өзім жақсы, тәрбием жақсы болған, сондықтан тек жақсыларға қызмет етем. Сөз сөйледім, тамаданың атынан кеп, мұнда отырған жандарда оқыған көп. Ренжімеңдер кемшілік кетіп жатса, тамаданың оқуын оқыған жоқ. Оқырмедім, ондай оқу таба алмадым, арнайы курсқа да бара алмадым. Құдайым Болысбек пен Ақботаға 2 дүниенің бақытын берсін, бақытты отбасы болсын. Сол менің жүректегі бар арманым. Жастар бақытты болсын, той-тойға ұлассын. Енді келінді оқтаумен үйге, қалғанымыз ортаға көп емес, 1-2 биге. Рахмет! Той-тойға ұлассын, ортаға биге шығыңыздар.